менен кала, көше менен дала, сени издедим мен, сени гана. Дипломмен ауылға бағдарламасын қабылдасақ та, жастар ауылға барып жатқан жоқ. Қазір ауылдарда бір мұғалім 3-4 пәннен сабақ береді. Бір сабақта әртүрлі жастағы балалар бірге отырып оқуға мәжбүр. Ауыл ұстаздарына еңбекақы төлеу жүйесінде осы мәселе ескерілмейді. Сондықтан бұл ахуалды біртіндеп түзету керек. Мектеп жанындағы интернаттардың жұмысын одан әрі жетілдіреміз. Бұл аса қажет. ПИСА халықаралық бағдарламасының қорытынды зерттеулері бойынша еліміздің ауыл мен қала мектептері арасындағы алшақтық 1,5 жылды құрайды. Осы ретте президент мектептердің материалдық техникалық жабдықталуын жақсартуды тапсырды. Себебі оқушылардың білім сапасы соған тәуелді. Негізгі мақсат қала мен ауыл мектептерінің білімін теңестіру. 75 миллион доллардың 60% мультимедиалық құрал жабдықты сатып алуға жұмсалады. Ондай құрылғылар 5000 мектепке жеткізіледі деген жоспар бар. Оның барлығы ауыл мектептері. Осылайша ауыл мектептері білім саласындағы озық технологияларды қолдана алады. Мұғалімдерге де барлық жағдай жасалады. Мұғалімдердің кабинеттері, оларға кәсіби зоналар қарастырылды. Қосымша білім беруге арналған немесе жиын өткізуге залдар, әр кабинетте интернетке қосылған мұғалімдердің жеке компьютерлерде де болады. Жоба тиімді болса, мемлекетте жан-жақты қолдауға әзір. Үкіметтің де бүгінгі басымдық берген бағыттарының бірі ауыл мен қала мектеп арасындағы білім сапасын теңестіру болып отыр. Ауыл мектептерінің оқу әдістемелік әрі материалдық базасы қала мектептерімен салыстыруға келмейді. Заманауи құрал жабдықтармен қамтылу жағы да кемшін. Бүгін кезектен тыс 14-ші съезін өткізген ауыл партиясының мүшелері алда осы мәселеге мән бермек. Жалпы ауыл және қала мектептерінің арасындағы білім теңсіздігі мен білім мәселелеріне байланысты алшақтықты мейлінше азайту мәселесін қойдық. Аталған ұсыныстарымыздың барлығын білім және ғылым министрлігі ескеретіндігін атап өтті. Бұдан бөлек біздің сайлауалды бағдарламамыздың басым көп тармақтарының енгізілгендігі туралы есеп берді. Ауыл мектептерінде техникалық үйірмелер, инженерлік сыныптар, био, нано, квант технологиясына бағытталған робототехника, жасанды интеллект секілді осындай балалардың шығармашылығы мен IT дағдыларын дамытатындай жұмыс жандануы қажет. Президенттің тапсырмасымен іске асырылып жатқан жайлы мектеп жобасы қала мен ауыл мектептері арасындағы алшақтықты жоюға бағытталған стратегиялық бастама. Ауыл мен қала мектептері арасындағы білім сапасындағы алшақтықты ПИСА халықаралық зерттеулер айқындап отыр. Дүниежүзілік банк өз ақшасын 17 жылға 2%-бен беріп отыр. Себебі бұл әлеуметтік жоба. Сондай-ақ 5 жылға арнайы жеңілдік қарастырылған. Бұл дегеніміз алдағы 5 жылда біз ешқандай пайыз төлемейміз. Алдымен мультимедиалық құрал жабдықтарды аламыз. Одан кейін бағдарламаларды әзірлейміз. Содан соң мұғалімдердің біліктілігін жоғарылатамыз. Жоба аясында 16 педагогикалық жоғарғы оқу орындарының материалдық базасын жаңғыртуда көзделіпті. Мәселен, жоғарғы оқу орындарында робототехника зертханалары құрылатын болады. Маған берілген нақты тапсырма ол білімнің сапасын арттыру, қала мен ауыл балалар арасындағы білімнің теңсіздігін толыққанды мейлінше жою, сонымен қатар білімнің мазмұнын негізі басқа жерден көшіріп алмай, жалпы өзіміздің нақты қалыптасқан академиялық ерекшеліктер мен академиялық басымдықтарды зерделей отырып, бүгінгі заманауи технологияларға бәсекелестікті дамытатын, балаларымыздың озық ойын дамытатын жүйелі сапалы білім беру. Енді негізгі міндет әрине мемлекет басшысының үлкен сенімін ақтау, сонымен қатар осы берген тапсырмаларды сапалы орындау, елімізге, халқымызға адал қызмет ету. Ауыл менен қала, галактикада ма, тілеген іздемей табылама. Сен жоқсың, табылмадым сені. Сен жоқсың, іздемейсің мені. Сен жоқсың.